Бүгін, короче, Асқарда свежий прогноздар болады. Оларды еще тегін беріп жатыр, сондықтан үлгерем десеңіздер, астына қазір сілтеме қалдырам. Кіріп, тез үлгеріңіздер. Мен үшін күнде машинаны парковкаға қою проблема. Вот. Күнде қағат екен. Мұрным басы қатып қалды, мына жерге қатып қалды. Саусақтарым бар. Машинаны парковация етіп, дұрыстап Осы орайда пайдаланып бір досымды құттықтап кеткім келіп отыр. Ақтөбеде бүгін ұлы отырыс болып жатыр. Хуан Гидолардың 26-шы съезі. Хан досымның iShop ұялы телефонының және де Bonjour кафесінің ашылуы болып жатыр. Досым, үлкен жетістіктерге жете бер. Бара алмадық, бірақ білесің, көңілімізді саған деген біз сені жақсы көреміз. Аман бол, бар бол, ақтөбеліктер болса, iShop дүкеніне барып, ұялы сапалы телефон алып, және де әдемі дәмді кофе ішіп, ұйқыларыңызды ашып қайтсаңыз да болады. Хан, родной, құтты болсын. Жаным, 40 күндік палчаным. Нұрысым сразу тоқтатып алды өзі. Көріспегелі біраз болады. Сөйтсем, бұл да арыспен, мен де арыспен жүрмін. Не істейміз де, досым, Таразға кеттік. Таразға ертең дейсің. Үйге жеттім ба, жеткен жоқпын ба деп әлі өз-өзіме сене алмай отырмыз. Потому что погода Алматыда деген енді айтатыны жоқ тұр. Бүгін кітап алдым, достар, мен жаңа Дулат Исабековтың Гауһар тас деген негізі осының пьесасын көргем, ұмытып қалдым. И Сайын Мұратбековтың Жусан иісі дегенді алдым. Сосын Қар қызы романы тұрды. Оны енді кезінде өзім актерский оқыдым деп айттым ғой. Мен сол кезде ценкада ойнағам өзім. Қар қызы деп өте қайғылы, сондай ауыр кітапта. Сосын алып оқығым келді де, қайтадан қош бәрі білем ғой деп. Сол үшін настроение түсірмей қойыншы, лучше мыналарды оқиын. Неге саяхаттайын деп. Жусанның исімен саяхаттайын деп тұқойсын. Сөйтіп осындай 2 кітап алды. Вот оқу керек енді. Мына жер оттого енді кәдімгі қар болып кеткен ғой, кәдімгі қар. Мына ертең лед болса вообще осындай. Ондай қар жауып жатыр, қар. Күшті настроил жатыр, короче. Мына жердің бәрін не отыр, қар жауып. Осында. Қыс кеп қалып, короче.